Елдің бәрін құлыпқа жинап жатыр, Бауыржан келді деп айтып, бәріміз жиналдық дейді. Құлыпқа жиналдық дейді. Осындай үлкен мінберге шығып, бағанағы ауылдағы 2-3 әкім қара сөйлеп жатыр дейді. Мына қазақтың батыры, қан майданда қан кешіп жүрген Бауыржан, осындай деп Бауыржанды мақтап жатыр еді. Бағанағы әкімнің сөзін бөліп жіберді дейді ғой. Оның сөзін бөлу деген сұмдық дейді. Таң қалып отырмыз дейді, халық айтады. Мына жаққа қарап, "Ау, көке" депті біреуге. "Менің әкем қайтыс болғанда неге барып басына Құран оқымадың?" деген екен. Ана қыз сасып қапты, жаңа үлкен ауылдың ақсақалы. "Шырағым Бауыржан, биыл қыс қатты болды. Машина, көлік барамады, осындай. Жоқ" деп. "Көке, сенің сылтауың ол емес қой. Сені Құдай жоқ, дін апиын деп жүрген мына құдайсыздар ғой" депті. Құран оқыма деп жүрген, дін апиын деп жүрген, Құдай жоқ деп жүрген мына құдайсыздар ғой деп бағана әкім қараны көрсетті дейді ғой. "Көке, Құдайдан безбе, Құдайдан безбе. Құдай жоқ дегендер боқ жепті" депті. "Егер Алла жоқ болса, мына асқырған оқ пен оттың арасына мен тірі келем ба" деген екен. "Құдайдан безбе, көке, Құдайдан безбе" дейді. Онда бағанағы халық дейді отырған, "Ай, рухымыз көтеріп қалды" дейді ғой. Өзіміз еңсесі басып, соғыста әбден қалжырап отырған халық Бауыржанның бағанағы сөзі халықтың сонда отырған рухын көтеріп жіберді дейді. Содан жаңағы шығып баратқан кезде анасының етегіне оралып бір 5 жасар бала тұр дейді, кішкентай бала. Сонда Бауыржан көзіне қарап, "Жеше" депті. "Мына баланы өлтіріп алма, мына адам болады" деген екен да. Сол баланың кім екенін білесіздер ма? Шерхан Мұртаза.